найзағайлар жарқ жұрқ етіп аспанда, ұлтымызға ызғарлы үрей шашқанда, қыздарымыз қайсар мінез ашқанда, кей еркектер құдай қара басқанда, құсағанда піштірілген қошқарға, Қонаевтың жақсылығын көргендер Қонаевты жалғыз тастап қашқанда, Сақыровқа іні болып табысып, Горбачевпен күш-көктен қағысып, талай залым алпауытпен алысып, біз тіккенбіз басымызды бәйгеге, бар қазақтың ар-намысын абышып. Ұлтымыздың әр мұңының басында, салт пен сана, тіл мен дәстүр қасында, арал зарыш шапқан кезде насырға, қорғаушы боп тағы да біз жүргенбіз, мейірім қосып, мейірімсіздеу ғасырға. Тамырсыз жан жұрт мұңына саңырау деген пікір рас педі тәңірау. Неге болды құрықсызға қоңырау, қандай қорлық ағыл тегіл дәулеттен, дәулеттінің жан байлығын танымау. Дәстүріміз тұрсеген деп түсінде, егемен ел болудамсап түсінде, ұларманы запыран боп ішінде, сан ғасырлық ұлтымыздың шайқасы сендейлерді қайраңдату үшін бе? Мұндай бақты көрдің беген түсіңде, бүгін жұртты менсінбеген пішінде, шыға келдің айналып тас мүсінге. Біздің қилы күресіміз кешегі сені атқа отырғызу үшін бе? Біздің дәуір нарықтан кеп табылды, бірақ нарық жүрмей жатып жаңылды. Нақ сол тұста сынап қалдың бағыңды, қоғам мүлкін заңдастыра жымқырып, іс бастап ең, байлық сел боп ағылды. Рухынан артық қойған қарынды, шын безбүйрек болып шықтың алынды. Нәтижеде жұрт қалтасы қағылды. Ал әйтпесе, мынау үйлер, зауыттар қайдан тапқан дәулетіңе алынды. Бөлінсе де сана төртке мүйіске, нарық заңы солай жөнсіз тиіспе, дейді біреу шығып алып мүйіске. Сонда қалай кедейленіп барғалық 100 адам бай болуға тиіспе? 100 бай шырқап, миллион кедей апырған, пайда тымас 100 бай еккен дақылдан. Кім бар жұртты тең баюға шақырған, кім бар жұртты тең баюға шақырған, Фарабиден мұқтел кім деп сұраса, қайыршысы жоқ ел депті ақымар. Сорласа жұрт ұрықсыздан сорлайды, қырандардан биік қойсақ торғайды, отанды кім торғайлардан қорғайды. Ұрықсыздың, қайырсыздың байуы, бәлкім ертең ұлтымызға зор қайғы. Жинасаң да әлемнің бар алтынын, адалдығын көрсетпесе жарқылын, қоршар сені салқын шаттық салқынның. Ешкім рух байлығынан бөлініп, шын бақытқа жеткен емес жарқыным.